мынау қандай әңгімелер айтылып жатыр. Әке шешем айтатын еді. Оларда бұл өмірден еш нәрсе алып кетпейді балаларын. Тек адамның артында ізі қалады, аты қалады деп айтатын. Сонда біз ұялатын ұрпақ болмаңдар дейтін. Біреудің ақысын жемеңдер, біреудің алашығын аттамаңдар деп. Салиқалы ұрпақ қалдырып кетіп жатсақ артымызда, біз соған ырза болар едік деп айтып отыратын әрдайым. Соған біз қолымыздан келгенше тырмыстық. Мынау Пәржін мен Пернекүлдің бала-шағасы. Қазір енді өздеріңіз куә болып отырсыздар. Әпкем Бақытжан жайлы айтып жатыр. Ешқандай да осы 63 жыл ғұмырымда сенің әпкең осындай еді, мынаусы дұрыс емес деген бірде-бір әңгіме естіген жоқпын. Әрдайым мақтан тұттым. Мінекей ол ниет болса да, әлде де мінекей мақтаныш сөздерді естіп келе жатырмын. Шүкір Аллаға деймін. Әке шешем ол бір төбе, әрине. Міне әкемнің еңбегін, әкемнің қандай адам болғанын мінекей Мейрамбек көкем әдемілеп айтып берді. Мың алғыс сізге көкетайым, аман болыңыз, Құдай қуат берсін. Анам да бір туа тұлғаның бірі. Әрдайым анаммен де мақтанып өтемін. Ағам Исламбекті міне келген жолдастар, сіздерге де мың алғыс. Барлықтарыңыздар жақсы сөздеріңізден еске алып жатсыздар. Ағамен де әрдайым мақтандым, әрі қарай да мақтанып өтемін. Кешегі әлі елден де есім жиып келе жатырмын. Кенеттен болғаннан кейін бауырым Серіктен де айыруға тура келіп, мен ұстап тұра алмаймын ғой. Алланың өзіне солай керек болса, өзі сенің жағдайыңа қарамайды екен, алатын уақытында алып кетеді екен. Ініммен де ешқашан ол менің бетіме келген емес. Әрдайым әпке деп құрметтеді. Әр сөзім заң болатын, былайша айтқанда. Ырза болдым, ырза болып, әруақ ырза болсын. Ініммен де мақтанып жүрдім әрдайым, мақтана да беремін. Енді шүкір Құдай арттарында мінекей, мен енді солардан қалған көз болып тұрмын ғой енді. Мына бас көз болып, мына балдарға әке шешемнен естіген әңгімелерімді айтам ғой. Бізді ұялтпайтын, әрі қарай осы дәстүрді жалғастыратын сендерсің деп, көркем мінездеріңмен, саналы сөздеріңмен, әйтеуір салиқалы ұрпақ болып, әрі қарай жалғастыру қолдарында деп. Шүкір Құдай, жеңгем де, міне Жұлтай жеңшем де, Ләззат келінім де, әйтеуір балдарға бас көз болып, анаға да көп дүние байланысты ғой. Әйтеуір балдардың сөзіне, жүріс тұрысына бәріне қадағалап жүрген жағдайлары бар. Келіндеріміз де шүкір Құдай мінекей ойдан шығып, көрген жерден шыққандықтарын көрсетіп жатқан дүние бар. Ал енді құрметті халқым, барлықтарыңызға мың алғыс. Міне сонау Алматыдан ағам Исламбектің өзін көрмесе де әруағын сыйлап міне Тоты-Құдағи келіп жатыр, ту Алматыдан. Мың алғыс сізге, Тоты-Құдағи. Әсет сіңлімнің енесі Құдағи, Жазира Құдағи келіп жатыр, Сағатбек Құда келіп жатыр. Сіздерге де мың алғыс. Серігімнің Құдажи жақтарда осы жерде, Жақынбек Құда, Жанат Құдағи, Мәлік Құда, сіздерге де мың алғыс. Мінекей, әруақты сыйлап, көргендіктеріңізді көрсетіп, әйтпесе Наурыздың кезі 5 күн тіршілікте, анау тіршілік, мынау тіршілік, себеп тапқысы келген адам табат келмей қалуға мүмкіншілік болды, жоқ деп мінекей қатысып отырсыздар осы асқа. Көп рахмет. Нағашыларым, жалайлар, сізге де мың алғыс, сіздерге де. Құдай 100 жасата берсін. Әрқайсыларыңыз шаңырақтарыңызда тек жақсылық, қуаныш болсын. Қыпшақтарым, бауырларым, Мейрамбек көке бастаған, Құдайберген көкем бар, Дастан көкем бар. Міне үлкендіктеріңізді жасап, мінекей Қыпшақтарды бастап сіздер келіп отырсыздар. Сіздерге де мың алғыс.